Армысыздар, қымбатты достар, сіздермен бірге Мақсат, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін тұрғын үй сертификаты кімдерге беріледі, екінші бөлім. Алдыңғы бөлімде біз сіздермен сусын категориясы бойынша 11 категорияға берілетін толыққанды талқылаған болатынбыз. Енді бүгін Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің шешімімен қосымша 4 категория тұрғын үй сертификатын алады. Солар бойынша нақты айта кететін боламыз. Егер сіз өзге қаладан көріп отырсаңыз, міндетті түрде тұрғын үй басқармасынан сұраңыз. Яғни әкімдіктің шешімімен осы 4 категория тұрғын үй сертификатын алама деп. Тұрғын үй сертификаты екінші бөлім. Үлкен өтініш достар, мен YouTube каналыма подписацияны басып, осы видеоны таратып қойсаңыздар деген ниет тілек бар. Енді Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі шешімімен ең бірінші мұғалімдер, яғни профильді, бюджеттік салада жұмыс жасайтын профильді мұғалімдер. Егер сіз мектепте бухгалтер болып жұмыс жасасаңыз, онда сіз тұрғын үй сертификатын аламайсыз. Әрмен қарай дәрігерлер, бұл жерде де профильді, административный технический мамандық саналмайды. Тек қана тікелей дәрігер. Төтенше жағдайлар министрлігі, МЧС, бұл жерде де профильді. Яғни сіз МЧСте жұмыс жасайтын болсаңыз, құтқарушы ретінде, онда сіз тұрғын үй сертификатын алуға құқылысыз. Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінің шешімімен. Төртіншісі полиция қызметкерлері. Жалпы қымбатты достар, бұл өте қажетті пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Өйткені көпшілік қалай ойлайды? Көпшілік алады да бағанағыдай жилфондтың немесе басқа сайттарға кіріп көреді. Ол жерде тек қана сусын деп жазылып тұр. Сусын, яғни социально уязвимый слои населения бойынша ғана беріледі деп. Бірақ қосымша сұрастыра келетін болсаңыздар, Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінің шешімімен осы 4 категория нұрлы жер, шаңырақ бойынша бастапқы жарына қайтарымсыз тұрғын үй сертификатын алса болады. Қымбатты достар, тұрғын үй сертификаты деген не екенін білулеріңіз келсе, мен YouTube каналымда бұл мәселеге бейнероликтер тола. Жалпы бейнеролик сіздерге ұнады деп ойлаймын. Үлкен өтініш, менің Мақсатпен YouTube каналыма жазылып қойсаңыздар, баспаналы болу оңай, тек қана мақсат болса болғаны. Сау, саламатта болыңыздар. Мақсатпен, мақсатқа.